Ассалаумағалейкум достар, сіздермен бірге мен Сая. Біз әдеттегідей лайбрашта ойнауды әрмен қарай жалғастыратын боламыз. Бүгінгі видеода біз балық аулап, сол балықты сатып қанша ақша табуға болатынын көретін боламыз. Короче, видео бастамастан арнама жазылып, видеоға лайк басып кетіңдер. Ендеше біз көп созбай бастаймыз. Короче, домның осы қанша екенін білу үшін селфонды жазатын боламыз. Осы жерден если у дома есть теплица, то она будет сменсена дейді. Ох ты, продат по шертқа. Бәрі теплица жоқ еді негізі. Но үйден айырылып қалдық, короче. Енді не істейміз? Амал жоқ, кететін боламыз. Бәрі бұл ақшаға қазір ашынып жатқан жоқпын, себебі мен балық жұмысынан бәрі көп ақша тауып боламын. Вообще алдағы уақытта біз бизнес ұстауымыз керек, достар. Потому что бізге бизнес жақсы ақша келеді, еще оны сатқан кезде көп ақша сатуға болады. Солай енді бизнесте алып қалармыз. Достар, енді сіздерден тек қана күтетін актив, қазір біз балық жұмысын жасаймыз. Пирс дедім, ал сіздер бірінші дана бизнеске кіріп рыбалка деген жерге баратын боласыздар. Ал біз келіп қалдық, енді мына жерге келеміз. Места свободно, местамыз әне бос қазір. Если занят болса, кете салыңдар, сендерге кеңесім. Потому что бәрібір ол жерге тұра алмайсыңдар. Ал қазір енді крючектерді аламыз. Осы үшін мына заттарды алу үшін сендерге менің осыны алу үшін 2,5 миллион кетті. Ал сіздерде может 1 миллион кету мүмкін. Ең мықтысын алам десеңдер 1,5 миллион кетеді, әрине. Солай біз нөмірін қойып шығамыз енді. Және де начат дегенді басамыз. Начат рыбалку. Енді күтеміз, бұл көп уақыттай алады енді. Сол үшін біз чатқа жазып, сөйлесіп сөйтіп жүреміз. О, міне бірінші балығымыз ұсталмай қалды, достар. Бекерге лескеміз кетіп қалды. Ал давайдық екінші сетқа айттан көрейік. Давай енді. О, ұстадық па, ұстамадық па? Достар, ақыры дегенде балық ұстадық, короче. 17-тен 500 килограмм, біз 500 килограмм бәрін ұстайтын болмыз, осылай 1-2 сағат кетеді, әрине. Вот лайбрашта сендер бұл ойынды менімен бірге ойнай аласыңдар. Және бұл ойынды қайдан жазамын десеңдер, осы видеоның описаниесінде ойынды жазу деп тұрады. Сол түрін жазып аласыңдар. Және болғаннан кейін Себастопол серверін таңдап, мынау сары играть дегенді басатын боласыңдар. Короче, өйстіп сәл күтесіңдер. Содан кейін кіргеннен кейін сендер өздерің регистрация жасайтын боласыңдар үшін. Солай любой жерден шығасыңдар, короче. Сөйтіп ойында екінші рөлім болған екен, чатқа /promo деп активировать промокод деп осы жерге нажмите для выводаның үстінен басып хэштег KZ дегенді қоятын боласыңдар үшін. Сол кезде сендерге топовый бонустар беретін болады, яғни сендерге көмек болады. Алдағы уақытта бұл промокодты дамытамын. Ал достар, осыны жазуды. Достар, біз бәрін ұстап болдық. Әрине толығымен 500 емес, 410 килограмм ұстаған болатынбыз. Қалғанын, яғни ұстамадым. Яғни оларда ұстауға уақытта жоқ болды. Интернет слабый болып кетті, қарап отқандарындай. Қазір біз енді бұл жерде закусочныйға барып, сол жаққа сат жеретін боламыз. Қанша ақша болған қызық болып тұр, достар. Қазір бізде бір 2 миллион бар. Енді қанша ақша болатынын көретін боламыз, короче. Бұны жасаудың өзіне, яғни заттарды алған күнде де 300 мың кетеді, достар, істеуге ше. Рыбалкада көп ақша тапқыларың кетсе, 2 миллиондай керек болады сендерге. Солай бірақ ақшаны ақтап аласыңдар. 2 күнде әшейін ақтап аласыңдар. Мен ақтап алдым. Закусочныйға да келіп қалдым, және осы жерден араның ішіне кіретін боламын, короче. Тыды бірінші багаждағы заттарымды алып алайын. Балықтарымды алып аламын қазір, сосын оның бәрін сататын боламын үшін. Біз закусочныйға да кіріп жатырмыз, және осы жерге келіп сататын боламыз. Пеш деген жер бар, сел пеш деген. Продажа рыбы осы жерге келіп өзді алатын болады. 130 мың жаман емес. Тағы 480 болды ақшамыз, 496 мың. Ал енді 1 миллионға барса кайп болады, достар, 1 миллион болсыншы деп тілейік. Әлі 90 килограмм бар, оны істесек, общем болады. Оны істеп көрдім мен, 500 мың істедім одан. Ал енді ойлы беріңдер үшін. 1 миллион 384 мың. Вообще 1 миллион 800 мың істедім. Таза пайда 1,5 миллионға. Скринда балайын қазір енді. Достар, біз бәрін біттік. Айтпақшы, достар, сендерде 500 килограмм деп тұрмайды, себебі сендерде 200 деп тұрады. Біз 500-ді қайтып аламыз десеңдер, правительствоға барасыңдар, сол жерден дайте лицензия рыбалку дейсіңдер. Сол кезде өзі правительстводағы адамдар сендерге ақшан беретін болады. Ал үшін, достар, видео ұнады деген ойдамын. Келесі кездескенше қош сау болыңдар.